Қайырлы күн қымбатты көрермен. Эфирде сұхбаттайын бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Орал Камал. Бағдарламамыздың алғашқы санында алғашқы қонағы Шаншар Әзілсқақ театрының экс-актері, Қызық театрының директоры, Шымшыма Әзілсқақ театрының негізін қалаушысы, актер-сатирик, ардақты әке адал жар Ғалымжан Ғаппаров мырза. Ғалымжан аға, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай жалпы? Көңіл күйіңіз қалай? Керемет қой. Жалпы мынау концерт алдындағы қызу дайындық қалай болып жатыр? Дайындық құдай қаласа кеше Алматыда 2 аптадай жұмыс істедік. Одан кейін Шымкент қаласын дайындалдық. Бүгін жолға шықты балалар. Ертеңнен бастап құдай қаласа қатты дайындыққа кірісейін деп жатырмыз. Құдай қаласа сәттілік. Қызық театрының құрылу тарихы қалай? Жалпы Қызық театр деп бұл енді ұзағынан айтпай-ақ қояйық. Түсімде жалпы осы өнердегі өмірден өткен ата-бабаларымыз рухына құран бағыштап ұйықтадым. Сол түсімде Мұқағали Мақатаевтың айтқан аты бұл. Қазақ, былай оқысаң да қазақ, соның астына қызық деген сөз қоссақ деп Фариза Оңғарсыноваға айтып жатыр екен. Былай оқысаң да қызық деп. Сол түстен оянып, осының атын Қызық қойдық. Қызық театрының құрамы қалай құрылды? Құрамы қазіргі енді ерекше шоу дейміз. Алдыңғы Нысана театрынан Жарас бауырымызды алдық. Одан кейін осы өзіміздің Мақтаралдың тумасы Мафия Тақиян театрында ойнаған Бауыржан Бакиров. Оның қасында Томпи, Талғат деген жігіт, Томпи кличкасы. Одан кейін осы Жетісайдағы драма театрымыздың Құрманбек Жандарбековтен 2 актер, Бақытжан Дәурен деген жігіттерді алдық. Осы тұста сізге сұрақ, Қызық театрының алғашқы тұсаукесері неге Жетісай қаласында болайын деп жатыр? Өйткені менің өзім туған жерім Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы болғанменен, сол мектеп бітіргеннен кейін осы жерде Ғани Мұратбаев атындағы гуманитар колледжге түсіп, осы жерде білім алып ұстаздардан, осы жерде өнерге қадам басып, 12 жылдай мына драма театрда жұмыс істедік. Осы өнердегі үлкен ағаларымыздың батасын алып, өнерге қадам басқан жерім деп, осы жерден тұсауын кестірейін деп жатырмыз. Енді халық өзіңіздің өнеріңізбен таниды, өзіңіздің енді жалпы жеке өміріңізді тоқталып өтіңізші, отбасыңызға. Жалпы қай жердің тумасы Қызылорданыңызсыз, отбасыңыз жайлы, жалпы өзіңізге тоқталып өтіңізші. Мен отбасын осы жерден құрдым. Қазір Алланың берген 4 ұл, 1 қызым бар. Ұлым сол Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов университетінде 1-ші курс студенті. Осы Жетісайдан құрдық қой отбасын. 4-еуі де осында туылды, ұлдардың. Қыз Шымкентте туылды. Қазір сонда Шымкент қаласында тұрып жатырсыздар, е? Қай елдің күйеу баласы сонда? Сарыағаш. Сарыағаш, қай елдің? Ұлы жүздерге күйеуіміз. Ұлы жүздерге күйеусіз, е? Жалпы Жетісай қаласынан не үйрендіңіз Жетісайдың өнерінен? Жетісайдан жалпы қазір Шаншар театрында 6 жылдай жұмыс істедім ғой. Сол халыққа не көрсетіп жатырмын? Соның бәрін осы Жетісайдан үйрендік. Өйткені Жетісайдың жалпы қонақ жайлығы, адам келсе құрметпен қарсы алатыны, өнерге жалпы өнер бар адамды бағалайтын, өнер бар адамды өсіретін үлкен орда деп айтуға болады Жетісайды. Осы үлкен ордадан шыққан қандай ұстаздарыңыз айтып өте аласыз? Ұстаздар болғанда енді менен 1-2 курс жоғары оқыған Жұбаныш Жексенұлы шықты. Одан кейін тағымдер бар еді. Бауыржан Бакиров, ол енді өзіміздің шәкіртіміз, қолымызда КВН-де де ойнады, сол Шымшыма театрында да ойнады. Енді мен танитындарым солар, аса көп не жоқ. Жалпы Шымшыма театрының негізін қалаушысы дедік сізді. Шымшыма театрының ашылғандағы мақсаты, одан кейін оның жұмысы кішкене жүре бастады, кейін бірденен жабылып қалды. Сол театр жайлы айтып өтіңізші? Ол енді Шымшыма театрын осы жерден аштық, біз 2006-лар болса керек. Сол жылдар аштық. Жақсы жүріп жатты өзіміздің. Ауданда облыс орталығына да қойып жаттық ол кезде. Шымкент облысы еді ол кезде. Оңтүстік Қазақстан облысы. Содан енді мен театрымыздың құрамындағы бір жігітіміз өмірден өтіп кетті. Диас Оралғалиұлы деген бауырымыз, жақсы өнердегі бауырымыз. Сол кеткеннен кейін мен ісім алға жүрмеді. Өйткені көп көріністерімді сол жігіттің ойыны арқылы елге жеткізетін едік. Сөйтіп, оның орнына басқа адам алғанымен жаба алмайтын болды. Сөйтіп, тоқырап жатқан кезде Өгізбайдың отбасы деген біздің Шымшыма театрының паспорты болды сол көрініс. Соны Шымкентке барып бір фестивальға қатысқан кезде Уәлибек аға қатты ойы кетіп, сол көрініс сұрады. Мен берем, бірақ Өгізбайдың әйелі Шәргүлді ойнайтын адам жоқ сіздерде дегенім, кейін мен жұмысқа шақырды. Ол жерде контракт ештеңе болған жоқ.
өзім жұмысқа бардым. Сол кезде Уәлибек аға айтты маған, 5 жылдан кейін сен мына театр тастап өзің театр ашып кетесің деді. Кешіріңіз дедім. Мен енді театр ашпаймын дедім. Сөйтсем ашады екенсің. Жалпы мынау Шымшыма театры мен қазіргі ашып жатқан Қызық театрлары ашылып қойды ғой, тұсаукесер енді болады. Қызық театрының екеуінің халық шатастыра алмайды ма? Екеуінің стилі қандай, бағыты қандай? Оған ешкім шатастырмайды. Өйткені мен бұл құрамда Шымшымадан екі-ақ жігіт бар. Қалған сырттан алып отырмын. Енді Шымшыма деп қоюға тоқталғанбыз. Дегенменен біздің Жетісай қаласында өнерпаздарды білесің, екі жігіттің басы қойылып, қосылып, тойға бір көрініс қоятын болса, Шымшыма театр деп барады. Сонымен бүткіл адамдар Шымшыма театрын пайдаланып кеткеннен кейін, оның үстіне жаңадан біз әртістер жинап атқаннан кейін жаңа атқа тоқталдық. Бірақ қызық дегеннің өзі елге де қызық болып тұр, атына заты сай. Оны ешкім шатастырмайды. Жалпы сіз мынау енді Шаншарға келіп тоқталайық. Шаншар Әзіл-Сықақ театры. Сіз 6 жыл бұрын бардыңыз, ол театрға сіз қабылдандыңыз. Сізді өздері шақырды ма, әлде сіз түйіндеме арқылы бардыңыз ба? Жоқ, өздері шақырды Уәлибек ағамыз. Өздері шақырды, иә. 6 жылдан кейін сіздің шығып кетуіңіздің себебі неде? Сіздерде мүмкін бір контракт болған шығар 6 жылдық, немесе бір ортада бір кішігірім кикілжің жағдайлары болды ма? Қазір біздің Жетісайдың өзінде осындай бір қызықты сұрақтар болып жатыр. Қызық театрының басшысы неге қызықты бір сұрақтарға неге жауап бермейді деген секілді. Ол енді Шаншар театрынан жұрттың бәрі ойлады. Бірінші қоятын сұрақ адамға негізгі арамой жүрек жүреді ғой. Уәлибек ағамен келіспей қалдым ба, қырылысып қалдым ба, ештеңе болған жоқ. Уәлибек аға өтініш қылды, мен көктемгі концерттен кейін енді мені босатыңыз. Мына қанша өнерлі жігіттер көріне алмай жүр, солармен жұмыс істейін. Бұл жерде жүре берейін десем, өмір бір-ақ рет беріледі. Басқа да қырымызды көрсетейік деп, сөйтіп рұқсатын алып кеттім Уәкеңнен. Мысалы, қазір таңда Шаншар театрында Нұржан ағаларымыз да жүрмесе, бұрыннан ашылғалы бері келе жатыр. Неге сол кісілер секілді сіз жүре бермедіңіз? Сол кісілер сияқты әрмен қарай жұмыс жасай беруге болатын еді ғой. Или сізді жұмыс жасауға мүмкіндік бермеді ме, қалай өзі? Жоқ, мүмкіндік болды. Ол енді Нұржан, ол жерде Құлшынбаев Нұржан, Дәурен деген жігіттер бар. Олар сахнада ойнайды, жазып берген түнден. Мен жазамын. Өзім ойнаймын, өзім үйреткеннен кейін сонша бір театрдың басшысының атқаратын жұмысы қолынан келіп, біреудің қол астында жүрген ауыр болады екен. Өйткені талпынып бірдеңе істегің келеді, істейін десең директор тұр, одан аса алмайсың. Ал енді қазір еншімді алдым. Ендігі бұл мен жалпы өз Қызық театрындағы әртістерді құрамының жинауын өзіне маған 2 жылдай уақыт кетті. Мен әртістерді таңдадым. Осыларға қазір алып отқан жігіттерге 2 жыл бұрын айтып қойғам. Осындай театр ашу мүмкін. Бірақ кешеде мен тапсырма бердім. Сахнада тұрған кезде сендерден 3-ақ нәрсені талап етемін. Сахнада өздеріңді сұлу көрсетіңдер. Жігіт болып тұрыңдар. Ойнаған кезде образдарыңды беріңдер. Халықты күлдіре біліңдер. 3-ақ нәрсе. Егер де біз Алдараспан Шаншар театрынан деңгейіміз жоғары болмай, содан төмен болатын болса, сол күні Жетісайда ашылу болады, 2 сағаттан кейін артынан жабылу болады дедім. Сонымен қатты сондай тапсырма бергеннен кейін жігіттер қазір барынша ат салысып, өнерлерін ортаға салып жатыр. Бұл жолғы жазған 5 көрініс қоямыз театрға. Ол көріністердің өзі ерекше. Бұл жерде мен енді Шаншардан көрсетпеген қарымды көрсетемін деген ниеттемін. Сонда сіз Шаншар театрында жүріп, 2 жыл алдын дайындалдыңыз ғой, театр ашамын деп. Бұл жайлы білді ма сіздің басшыларыңыз? Құлақтары болып отырды, жобасын естіп отырды. Жалпы сіз Уәлибек аға мен Жүсіп ағаның қолында тәрбиелендіңіз. Жалпылама айтқанда, ол кісілерден алған дүниеңіз қандай болды? Мен енді Жүсіп ағадан көп нәрсені үйрендім. Мысалы, бір көріністе көп театрларды көрсең, арасында күлдіретін бір 2-3 әзілге бола, бір көрініске жарты сағатқа созады. Ал енді мен әрбір жазған көрінісім 15 минуттан аспайды. Соны Жүсіп аға айтады, бір халыққа көріністің арасында айтатын сөзге барынша күшті бөл дейді. Сол жағын көп үйрендім Жүсіп ағадан. Халыққа жеткізетін нәрсеге көп удар бер, қалған бейт кете береді. Созбайтыным, көріністерді созбай жазатыма жөкең риза. Ал енді Уәлибек ағамыздан алған нәрсем, мен көп көрінісімде бір әңгімен 4-5 рет пайдаланады екем. Соны Уәлибек аға жазып барам, ол мен полный көріністерім бәрін реттеп отырып, мынау керек жоқ деп 3 парақтап тастайтын тұғын. Сол кезде жынданатын тұғын, мен көре алмай жатырма, нағып бүйдет десек шынай екен. Өйткені мен бір сөзді 4-5 рет пайдаланады екем. Мен бұл жерде Шаншар театрында мен тек ойыншы болған жоқпын. Мен Уәлибек ағамен Жүсіп ағаны зерттедім. Ол кісілерден көп нәрсені алдым, сол кісілерден алған сабағымды мына жігіттерге үйретіп,
енді елге басқа қырынан өнерімізді ұсынайын деп отырмыз да. Алла қаласа сәттілік. Жалпы ұстаз деп бір адамды айтыңызшы, Уәлибек аға ма, жоқ әлде Жүсіп аға ма? Жалпы мен енді көп өнердегі жігіттерді көрсең, менің ұстазым пәленшет, мен ұстазым. Мен әлде де адам баласын ұстаз деп айта алмаймын. Мен өйткен Алла тағала бойыма өнерді берген. Мен енді бір жерден оқып, мен о жерден қырғын сабақ алдым деп те айта алмаймын. Сол себептен өзім ұстанымым, менің ұстазым да басқым да бір Алла болды. Бір Аллаға сенесіз. Бойыма Алла тағала осы өнерді берді. Мен жол жөнекей туырланып жатқан ұстаздық ететін осы Уәлибек аға, Жүсіп аға. Өмірде, жалпы өнерде кімді үлгі тұтасыз? Мен үлгі тұтқанда мына тамаша театрында Мейірман Нұрекеев деген ағамыз болған. Иә, Мейірман аға. Шиелінің тумасы, Қызылорда облысының. Сол кісіге мен қатты ұнататын едім ойынын. Мен бала кезінде ол кісілер Жаңақорғанға стадионға концерт берген. Сол кезде біздің үйге қонаққа келген кезде мен 4 жасар екем, Мейірман Нұрекеевтің басындағы кепкісін шешіп алып, гол деп бір тепкем ғой. Сол кезде әкем айтқан екен, мына баланың жолын бөгемеңіз, бұл менің бас киімді анау адам теппейтін, мынадан бірдеңе шығады деп айтқан екен. Оны есейген кезде маған айтты, мен барып, Құдай қаласа сол кісінің батасын аламын деп жүрген кезде өмірден өтіп кетті. Ал әйел кісілердің рөлін мен көп сомдаймын сахнада. Мен қатты өнерін сүйіп бағалайтын Әмина Өмірзақова апамыздықын. Ол кісіге де бара алмадым, бірақ Семейге гастрольдік сапарға барған кезде сол кісінің атынан бір мәдениет үйі ашылған екен. Сол жерге барып басына Құран оқып, Алладан тілеп, әйтеуір әйел кісі болса да, ер кісі болсам да сол кісінің характерін көп аламын мен сахнада әйел болып шыққан кезде. Сол Мейірман ағамен сол Әмина Өмірзақова апамызды қатты мен ұнатқым. Үлгі тұтасыз, иә? Жалпы мына өмірде өзіңіздің бір жақтырылмайтын қырларыңыз, өзіңізді бір қандай адамдардың қатарына жатқызасыз? Мен өте қарапайым адамым. Мен жалпы директор болып тұрып осы театрдың, біреу қонаққа шақырса, төрге отырудан Құдай сақтасын, қызықпаймын. Шетте отырып, жалпы береке шетте. Береке шетте. Төрге ұмтыла берудің керек жоқ. Төр ар жағында көр оның. Сол себептен бер жағында береке жерде болған дұрыс. Мен өзімді қарапайым ретінде сезінем. Кісілікті жеп көремін. Жұлдыз болып кеткенді жеп көремін. Сол мен жалпы осы өзімнің құрамдағы жігіттердің ішінен директорды сайлап қоямын дегенім, қой ұят қой, өзіңіз болыңыз деді. Директор деген аты болмаса жұмыс істейтін, бұл жерде администратор мен жалпы концерт жасайтын. Қазір енді осынша уақыт өмір сүріп келесіз, әлде өмір сүресіз, Құдай қаласа өмір ұзақ болсын, иә. Осы уақытқа дейінгі әрине, осы уақытқа дейінгі бір өміріңізде әттеген-ай деп бір өкінген бір қызықты сәтіңіз айтып өтіңізші? Әттеген-ай деп өкінген дейсің ба? Неге бір осылай жасамадым екен сол кезде деп бір өкініп, немесе отбасылық жағдайда, немесе өмірде, немесе өнерде? Мен жалпы осы колледжді бітіргеннен кейін мен Бауыржан Ибрагимовке бардым. Бауыржан шоу жанып тұрған кез. Содан барып айтқан едім, пәлен күні келіңіз деді. Пәлен күніне мен бір ай бойы барып өттім. Содан кейін күйіндім да. Ол кезде ішетін кезіміз, сөзін шыны керек қой. Содан класстастарымыз болып тойлап жатсақ, азында онда Бауыржан Ибрагим шақырып жатыр деді ғой. Алдына кіріп барғам, сол кезде мен әпкем екі жағалы көйлек әперген, дипломым құтты болсын деп. Соның бір жағасын жатқызып алғам ғой. Бауыржан алдына кіріп барғам ғой. Сол кезде Бауыржан айтқан, біз алқаштар емес, әртістерді қабылдайтын орын едік деді да. Сол кезде мен ішкеніме өкінгем. Содан қойып кеттім ғой, Құдайға шүкір. Қазір ішпейсіз? Мен сол кезде қатты өкіндім, мен нағып жолым байлана береді деп Бауыржан шоуға барған кезде. Бірақ 6 жылдан кейін Бауыржан өзі шақырды мен. Бауыржан шоуға барып ойнадым. Кейін кезде мен айтады, мен шәкіртім дейді. Дұрыс. Өйткен Бауыржан шоуда сол бір жарқ етіп, 5-ақ минут көріс ойнап, халықты бір көтеріп тастағанбыз. Сол кезде бір қатты өкіндім, мен бірақ көп жолым болмай жүрді бұл өнерде. Енді осы Уәлибек ағаға мың шүкір, сол Шаншарға барып, бойымдағы жазған бүткіл дүниемді елге көрсетіп, танылдым деп айтылым. Алдында мысалы КВН-де де ойнадық, бірақ барған жерге барсақ, үміт керуен, сіз шым-шымада емессіз ба деп, Қытайға барған кезде, мен Шаншарға кірген кезде, Қытайға барған кезде Чин деген бір қазақ жігіт күтіп алды. Түріме қарап тұрып танысқан едім, сіз шым-шыма театрында істемейсіз ба дейді. Қытайда біліп отыр дейсіз ғой. Сол кезде таңғалғам. Сөйтсем, біраз елге тарап кеткен екен біздің шым-шыма театры. Түсінікті. Жалпы енді осынша уақыт осы сұрақтың қарсы сұрағы ең бір қуанған сәтіңіз біреуі? Ең бір қуанған сәтім осы 2018
мен Уәлибек ағадан рұқсат алдым. 30 күн қасиетті Рамазан ай оразада мен Алладан тіледім. Алла осындай бастама бастап жатырмын. Биік дәрежеде болсын, елге үлгі болатын театр болсын, құрамыма жинайтын адамдарым дұрыс болсын дегенім, Құдай бар тілеуімді тіпай-тіпай орнымен беріп келе жатыр. Әлде де болса жалғасып келе жатыр. Соны Алла бір сәтін салған кезім деп ойлаймын осы Қызық театрын. Қазір өте қуаныштымын. Қызық театрының стилі қалай болмақ? Мысалға, Шаншар театрының өзіндік стилі бар. Алдараспанның Әзіл-Сықақ театрының өзіндік стилі бар. Әзіл әлемі орны бір бөлек. Монолог оқу деген сияқты сіздерде қалай болады? Біз енді жалпы қазір осы Қазақстанда қанша театр бар? Бізде мысалы өнер қырандар діни жағынан ба? Бізде ол жағында алдық. Шаншар жағынан да алдық. Алдараспан жағынан да, Нысана жағынан да жалпы театрлардың көрсетіп атқан әрбір бағыттағысын біз жинап, соны ортадан бірақ шығарып отырмыз да. Түрлі тақырыпта болады. Енді мен қатты көңіл бөліп отқаным қарттар үйі мен балалар үйі біріксе деген бір тақырыпта көрініс жаздым. Содағы шалдың рөлін ойнаймын қарттар үйіндегі. Настя деген бір орыс кемпірге ғашық болып, өзім бір түйір орысша білмей, сол көрініске мен қатты көңіл бөліп жатырмын. Енді бұдағы көрінісіміз 5 түрлі жанрда, Құдай қаласа. Ел ешқандай бейтіп шаршауға уақыт болмайды. Күлуде күлу болайын деп тұр, Құдай қаласа. Алла қаласа. Жалпы енді соны әзілді өзіңіз жазасыз ғой. Өмірден аласыз әзілдерді. Мен Шаншарда да жазып отырдым. Әр Шаншардың концертінде мысалы 4 көрініске дейін жазып отырдым. Біздікін бәрі шынайы өмірден. Көбісін мен ауылдан аламын, ауылды жерден. Өйткені қалалы жерден алу деген мен айта алмаймын. Қалалы жерде жаңалықтар пәленше ақша жеп қойыпты, пәленше бүйті қапты деген нәрселер болады. Ол енді жалпы біздің көрерменіміздің 80% ауылды жер көретін. Сол себептен сол ауыл түсінген көріністер халық керемет қабылдайды. Өйткені ауылда қаладағылардың барып отқанын бәрі ауылдан шыққандар ғой. Сол біздің көріністерді көріп бір ауылға деген сағыныштар оянады. Жақсы адам деген бір сипаттама беріңізші. Жақсы адам деген қандай болу керек? Сипаттама. Жақсы адам жалпы жүрегінде иманы бар, айтқан сөзінде тұратын, адамгершілігі басым, жалпы мұқтаж жандарға қол үшін беріп отырады. Мәселе ақшалай емес, сен әдемі сөздеріңмен де қол үшін беріп отырсаң, соны жақсы адам деп айта аламын. Келер жас буынға қалай жол сілтейсіз, қандай ақылдар айтасыз? Келер жас буындарға енді қазір Аллаға шүкір 25 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға. Имандылыққа бет бұрып келе жатыр. Аллаға шүкір қазір. Бәрі енді Алланың арқасында, бірақ сонда да жолдан адаспасыншы деймін да. Дін жолынан адаспасыншы. Осы әйтеуір Құдайға шүкір мешіттеріміз 2 үй сайын бір мешіт болып келе жатыр ғой. Оған да шүкір. Сол себептен иманды болсын. Иманды болса, оның болашақ өмірде, болашақ отбасыда дұрыс болады. Одан шыққан, туылған бала да тәрбиелі болады. Сол себептен басқа жолдан, өнер жолынан адасын, қызмет жолынан адасын, бірақ дін жолынан адаспасыншы деп тілеймін да. Келешек ұрпақтарға айтарым сол. Жалпы өзіңіз 5 баланың әкесісіз. Отбасыңызда балаларыңыздан бір өзіңіздің жолыңызды бір жалғастырып келе жатқан бар ма? Бір емес, бәрі. Бәрі? Бәрі. Тоқталып өтіңізші, қалай? Енді үлкен ұлым жәндегі Мұхтар Әуезовте университетте оқып жатыр. Өзі сол жерде Айқай-шу деген бір КВН командасын құрыпты. Тағы да өзі бір театр ашып, ол мектепте жүрген кезде де ол қырғын мақтау қағаздарын алып келді. Ол жерде де, мысалы, мектебінде, Шымкентте ол концерт қойып, түскен ақшаны сол мектептердің және әкесі жоқ балалар бар ғой. Соларға көмек ретінде киім алып беріп, сондай жағдай жасап отырды. Қазір бірінші курс, аяқ алыс жаман емес, келешекте мен бұл театрда енді мәңгілік демеймін, Алла берсе 10 жылдай жұмыс істеп, сол балалар есейіп жатса, соларға тапсырылатын дүние ғой. Бұның жалғасы ұрпақпен бұл театрдың. Екінші балам да өнерге жақын. Ол да мектебінде қазір театрда жұмыс істеп жатыр. Үшінші балама ештеңе қызық емес, қарын тоқ болса болды. Төртінші баламда өнері бар. Енді қызым 1,5 жасар. Жалпы мен Жетісайда кличкам Тайсон ғой. Ал ана қызды Алла тағала 4 ұлдан кейін маған қыз берді. Қыздың түрін көрсең Тайсон. Мен енді ол қызым бой жетіп ұзатылатын болса, ақ көйлек кигізбеймін. Спортивка кроссовка кигізіп ұзатамын деп отырмын да. Алла қаласа. Сондай бір қызықты сәттердің куәгері болайық. Мекенау, жалпы сіз көп гастрольдік сапарда да боласыз, гастрольдік сапарда боласыз. Жұбайыңыз соған қалай үйренді ма? Ол маған сенесің бе, мысалы, біреулер гастрольдік сапарда жүрсе, 2 күннен кейін звондайды, қалай жағдай. Мен 1 айға кетем ба, звондамайды. Сенімді.
Өйткені мен тағы да айтайын осы, егерде көре отырса, көп өнерпаздардың әйел кісілер қызғанып сен біреумен жүресің десе, күйеу ерексіз істейді. Өйткені мен келіншегім өзіме сенеді. Мен оған о баста айтқым. Әуелі Алла, сен өмірлік жарым қып берді Алланың әмірімен. Мен сенің көзіңе де шөп салмайым, балдарыма да обал әке болмайын. Маған сен, мен саған сенем деп. Сондай сенімдеміз. Жәндегі әйелдер ойбай сен біреуге баруың мүмкін бірдеңе дей берсе, оған күйеу ерексіп, біледі екен ғой әйелім дейді. Барасын дей береді, ақыр дейді, сөйтіп барады ол. Сол себептен мен Құдай сақтасын, отбасыма өтіп қатты кір келтіргім келмейді. Әйелім өте сенімді, қазір Жетісайға кетіп қойғанымды да білмейді. Алматыдан келіп осы жаққа өттім. Бірақ енді өзіміз болмаймын ғой, 2-3 күннен кейін Жетісайдамын десең, деп отыра береді. Сондай сабырлы кісі. Жалпы бүгінгі сұхбат сізге ұнады ма? Маған ұнады, мынау енді сіздерге жалпы бірінші алғашқы рет ашылып отыр екен. Бұл Жетісайдан ашып жатқандарыңа қуаныштымын. Өйткені бұл жерден бастама болған бастама, бұның ақыры Астанада. Жетісайдан бастама, бастасаң, оның түбі Астана деген сияқты ғой, сәттілік тілейміз. Ендеше Ғалымжан аға, сіздің жұмысыңызға біз береке тілейміз. Мынау еңбегіңізге табыс тілейміз. Қызық театры өркендеп дами берсін. Көрермендерге бір өзіндік бір сәлемдемеңіз жолдасаңыз. Жалпы сол 18 ақпан күні осы өзіміздің үлкен қара шаңырақ Құрманбек Жандарбеков атындағы драма театрында тұсау кесіледі. Куәсі болыңыздар. Енді біз халықтан бір жағынан сыйлағанымыз болар. Бүткіл өнер жұлдыздары келе жатыр. Оның бәрі көмек ретінде, жолдастық көмек ретінде, сол сіздің тұсау кесілген концертіңізге куә болайық деп, Шымкенттен де бірталай әншілер келе жатыр. Олар орындамағанның өзінде халықтың арасында көрермен болып отырамыз деп келе жатыр да. Жалпы бүгінгі осы ертең ашылғалы театрымыз қуанышымызға, қызықты күнімізге атсалысып жатқан жандар көп. Соның баршасына рахмет айтам. Әлде де болса келіңіздер, көріңіздер. Бұл енді 2 сеанс болуы мүмкін, 3 сеанс болуы мүмкін. Оны 10 ақпаннан кейін шешіледі. Қысқаша қандай эстрада жұлдыздары келеді? Айтып өтіңізші. Роза Әлғожа, Нұрболат Абдуллин, Әбдіжаппар Әлғожа, осы Жетісайдан шыққан Жолдасбек Әбдіған, Мұхтар Ханзада, Рахымжан Жақайым, 18 бен 25 деген. Сол болады. Тағы да Шымкенттен біраз әншілер келеді, Құдай қаласа. Асан Пердеш бауырымыз бар. Өзіміздің жерлесіміз. Сізге үлкен рахмет сұхбатыңызға, істеріңізге береке тілейміз. Бүгінгі бізде сұхбаттайының алғашқы қонағы болған Шаншар әзіл-сықақ театрының экс-актері, қазіргі таңда Қызық әзіл-сықақ театрының директоры Ғалымжан Ғаппаров. Сұхбатқа рахмет. Рахмет. Өнердің шыңы ол жұмақ, қымбатты көрермен. Сұхбаттайының алғашқы қонағы болған Ғалымжан Ғаппаров мырза, әр күніміз көрікті нұрлы болсын. Біздің парақшамызға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта кезекті сандарымызда қызықты тұлғалар мен қызықты сұхбаттар сіздерге ұсынатын боламыз. Думанды күніміз көп болсын.